Жақсылық Нұрбек Дидербекұлы, Түпаран аудандық жастар ресурстық орталығының жастар жөнінде маманы, мамандығым болса дінтану. Бүгінгі менің айтатын және қозғайтын тақырыбым Дамира Өмірзаққызының адамзаттың асыл тәжі атты кітаптан үзінді болмақ. Ол үзіндінің атауы жаңағы пайғамбарымыз бен Әбу Бәкірдің Меккеден Мединаға хижрет жасау оқиғасы болмақ. Әбу Бәкір мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хижрет жасайтын кезде Сәуір дейтін таудан үңгіріне тығылып, сол үңгірге тығылар кезде көптеген оқиғалар болады. Жаңағы үңгірдің кіретін жеріне өрмекші дейтін жаңағы торын салады. Сөйтіп, жаңағы үңгірде бүкіл тесіктерді көрген, байқаған Әбу Бәкір жаңағы шапанын жыртып, киімін жыртып, бүкіл тесіктерді бітеп бастайды. Сөйтіп, жаңағы екі тесікті біте алмай, ол жерге жаңағы пайғамбарымыздың досы болған Әбу Бәкір екі аяғын салып қояды. Сөйтіп, тізесінде ұйықтап жатырған кезде пайғамбарымыз Әбу Бәкірдің жаңағы екі тесіктен жыландар келіп, шаяндар келіп, аяғын шағып бастайды. Сол кезде жанына батқан Әбу Бәкірдің көзінен жас тамып, ұйықтап жатырған пайғамбарымызды оятып жібереді. Жаңағы сол жерде пайғамбарымыз Әбу Бәкірге жаңағы дем салып, ауырған жеріне үрлейді. Енді осы оқиғадан түсінетініміз, алатын хикметімізді айтып кетейін. Әбу Бәкір радиаллаху анхудың аяғында жатырған ол пайғамбар, қазіргі таңда оны ислам деп алсақ болады. Ал енді бүкіл тесіктерді бітеген Әбу Бәкір пайғамбарымызға зиян тиеді-ау деген, осы исламға зиян тиеді-ау деген тұстарын бәрін өзінің шапанын жыртып бітеп бастайды. Енді қазіргі таңда барша мұсылман өйстіп, менің осындай ісім исламға зиян тиіп кетеді-ау деген адам осындай шамасы жеткенше келетін тұстарын, зияндарын бәрін бітеп, өйстіп исламды шамасы жеткенше қорғау керек деп түсінемін. Енді болашақта осы адамзаттың асыл тәжін барша жас аудитория болсын, үлкен аудиториялар болсын оқуға кеңес берем. Себебі алатын мәлімет және көптеген пайғамбарымыздың өмірбаянынан алатын ғибратты оқиғалар көп.